Айтпақшы, сіз дәл қазір қасыңызда ұйықтап жатқан немесе аяғыңызға сүйкеніп жүрген мысықты кім деп ойлайсыз? Мейірімді үй жануары ма? Адамның жақын досы ма? Ғылым бұл романтикалық ойларды баяғыда жоққа шығарған. Егер біз мысықтың ДНК-сын зертханада талдайтын болсақ, оның генетикалық коды жабайы Амур жолбарысымен 95-те 6%-ға бірдей болып шығады. Олар біздің үйімізге кіріп алған эволюция барысында кішірейген нағыз қатыгез жыртқыштар. Иттерді адамдар мыңдаған жылдар бойы қолға үйретті. Оларды өз мақсатына, күзетке, аң аулауға бейімдеді. Ал мысықтар, олар өздері қолға үйреткен жер бетіндегі жалғыз жануар. Олар адамға қызмет ету үшін емес, адамның жылы үйі мен дайын тамағын пайдалану үшін бізбен бірге тұруға келісім берген. Олар бізді қожайын деп емес, жай ғана үлкен, ебедейсіз, түксіз мысық деп қабылдайды. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз жер шарындағы ең танымал, бірақ ең жұмбақ манипуляторлардың жасырын әлеміне саяхат жасаймыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда пырылдау феномені. Мысықтар адамның миын бұзу үшін нәрестенің жылау жиілігін қалай қолданады? Сұйықтық физикасы. Неліктен мысықтардың бұғана сүйегі жоқ және олар қалайша кез келген тесікке сыйып кетеді? Өлімге секіру. 9-шы қабаттан құлаған мысық неге 3-ші қабаттан құлаған мысыққа қарағанда аман қалуға көбірек мүмкіндік алады? Көзбен басқару. Олар бізге қарап көзін баяу жұмып ашқанда шын мәнінде не айтқысы келеді? Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз үйіңіздегі мысыққа мүлдем басқа, сақтықпен әрі құрметпен қарайтын боласыз. Мысық пырылдағанда біз оны бақытты, көңілі тоқ деп ойлаймыз. Бұл адамдардың ең үлкен қателігі. Мысықтардың пырылдауы жай ғана эмоция емес, ол адамның санасын басқаратын өте күрделі акустикалық қару. Мысықтар 25 пен 150 герц аралығындағы жиілікте пырылдайды. Медицинада бұл жиілік сүйектердің бітеуін тездететін және жасушаларды қалпына келтіретін терапиялық жиілік ретінде белгілі. Яғни мысықтар ауырғанда, қорыққанда немесе босанғанда өздері емдеу үшін пырылдайды. Олар тірі биоемшілер. Бірақ олардың адамдарға арналған арнайы мүлдем басқа пырылдау түрі бар. Ғалымдар оны талап етуші пырылдау деп атайды. Егер мысық тамақ сұрағысы келсе, ол өзінің қалыпты төменгі пырылдауының ішіне жоғарғы жиілікті жіңішке дыбыс қосып жібереді. Бұл дыбыс нені білдіреді? Зерттеушілер бұл дыбыстың жиілігін талдағанда шок болды. Бұл жасырын дыбыс адамның жаңа туған нәрестесінің жылаған дауысымен дәлме-дәл сәйкес келеді. Мысықтар эволюция барысында адамның ең осал тұсын, яғни биологиялық инстинктін, аналық, әкелік сезімін бұзуды үйреніп алған. Сіздің миыңыз бұл жиілікті естігенде бейсаналы түрде дабыл қағады. Бала жылап жатыр, оны тез тамақтандыру керек. Сіз өзіңіз байқамастан орныңыздан тұрып мысыққа тамақ бересіз. Мысықтары біздің миымызды нағыз хакерлер сияқты бұзып, бізді өздеріне қызмет етуге бағдарламалап тастаған. Олар сөйлей алмайды, бірақ олар адамның психологиясын мінсіз басқарады. Интернетте мысықтар бұл сұйықтық деген танымал әзіл бар. Олар банкалардың ішіне, кіп-кішкентай қораптарға немесе вазалардың ішіне өз формасын өзгертіп, оп-оңай кіріп кетеді. Бұл әзіл ғылыми тұрғыдан 100% шындыққа жанасады. Жануарлардың көпшілігінде, соның ішінде адамдарда да дене пішін ұстап тұратын қатты қаңқа бар. Біздің бұғана сүйегіміз кеуде сүйегіне және иыққа тас қылып бекітілген. Сондықтан біз тар жерден өткенде иығымыз тіреліп қалады. Ал мысықтардың анатомиялық құпиясы мынада. Олардың бұғана сүйегі басқа сүйектерге мүлдем бекітілмеген. Олардың бұғанасы бұлшықеттердің арасында еркін қалқып жүреді. Бұл дегеніміз мысықтың иығы мен кеудесінің нақты ені жоқ. Егер мысықтың басы, яғни бұл олардың ең қатты сүйегі сол бір тесіктен өтсе, оның қалған денесі автомат түрде жиырылып, кәдімгі су сияқты сол тесіктен ағып өтіп кетеді. Сонымен қатар, мысықтың омыртқасы жер бетіндегі ең иілгіш механизмдердің бірі. Адамның омыртқасында 33 сүйек болса, мысықта 53 омыртқа бар. Олардың омыртқаларының арасындағы дискілері өте жұмсақ, резеңке сияқты созылады. Осының арқасында олар денесін 180 градусқа кез келген бағытта бұрай алады. Олардың денесі құлап бара жатқанда немесе секіргенде физиканың стандартты заңдарына бағынбайтын серіппеге айналады. Жоғарыда айтқан иілгіштіктің ең үлкен пайдасы мысықтардың биіктіктен құлағанда аман қалу қабілеті. Мұны ғылымда түзулену рефлексі деп атайды. Мысық құлап бара жатқанда, оның ішкі құлағындағы вестибулярлық аппарат миллисекунд ішінде дененің кеңістікте қалай орналасқанын анықтайды.
Содан кейін мысық ауада алдымен басын, сосын алдыңғы аяқтарын, ең соңында артқы аяқтарын бұрап, жерге әрқашан 4 табанымен түсуге дайындалады. Бірақ физикада ғалымдардың миын жарған бір қорқынышты парадокс бар. 1987 жылы Нью-Йорк ветеринарлары терезеден құлаған 132 мысықтың статистикасын зерттегенде ақылға сыймайтын заңдылықты анықтады. Мысық екінші немесе үшінші қабаттан құлағанда көбірек өледі немесе қатты жарақат алады екен. Ал 7-ші, 10-ші, тіпті 32-ші қабаттан құлаған мысықтардың 90% тірі қалған. Бұл қалай мүмкін? Биіктік артқан сайын соққы ауырлауы керек емес пе? Жауабы терминалды жылдамдық. Мысық 3-ші қабаттан құлағанда ол жылдамдығын үдетіп жатқан күйде болады. Оның бұлшықеттері қатты қатайып, соққыны өте ауыр қабылдайды. Сондай-ақ оның ауада толық бұрылып үлгеруіне уақыт жетпей қалады. Ал 7-ші қабаттан жоғары құлағанда мысық секундына 97 шақырым жылдамдыққа жетеді. Бұл мысық үшін ең жоғарғы шек, терминалды жылдамдық. Бұл жылдамдыққа жеткеннен кейін мысықтың құлақтағы аппараты үдеудің тоқтағанын сезеді. Осы сәтте мысықтың миы «Болды, біз енді құлап бара жатқан жоқпыз, біз қалқып барамыз» деген сигнал береді. Мысық бірден босаңсиды. Ол 4 аяғын ұшатын тиын сияқты екі жаққа созып, денесін нағыз парашютке айналдырады. Бұл ауа кедергісін күшейтіп, құлау жылдамдығын азайтады. Жерге тиген сәтте оның босаңсыған бұлшықеттері мен серіппелі омыртқасы соққыны мінсіз жұтып алады. Бұл биология мен аэродинамиканың абсолютті шедеврі. Айтпақшы, жабайы табиғаттың жазылмаған қатал бір заңы бар. Егер бір жануар екінші жануардың көзіне көзін алмай тікелей бадырайып қарап тұрса, бұл 100% агрессияны және шабуылға дайындықты білдіреді. Көзді тарс жұмбай қарау бұл өлім алдындағы кім мықты деген үнсіз психологиялық соғыс. Мысықтар үшін де бұл заң дәл осылай жұмыс істейді. Бірақ олар адамдармен қарым-қатынаста бұл визуалды сигналды толықтай өзгертіп алған. Егер сіздің мысығыңыз сіздің көзіңізге қарап отырып, көздерін өте баяу жұмып, қайтадан баяу ашса, бұл оның ұйқысы келгенін білдірмейді. Зерттеушілер бұл құбылысты мысық сүйісі деп атайды. Бұл мысық тіліндегі ең жоғарғы сенімнің белгісі. Мысық жыртқыш ретінде көзін жұмғанда өзінің ең маңызды қорғаныс мүшесін, көру қабілетін сөндіреді. Осы баяу жыпылықтау арқылы ол сізге «Мен сенің көзіңе қарап отырмын, бірақ мен саған агрессия көрсетпеймін, мен саған толықтай сенемін және қарусызбын» деген хабарлама жібереді. Ғалымдар тіпті арнайы тәжірибе жасап, адамдарға көшедегі өте агрессивті жабайы мысықтарды осы әдіспен тыныштандыруды үйретті. Егер сіз үркіп тұрған мысыққа баяу жақындап, оның көзіне қарап, өзіңіз де көзіңізді баяу жұмып ашсаңыз, мысықтың миындағы қорқыныш центрі бірден сөніп, ол сізді қауіп ретінде қабылдауды тоқтатады. Сіз онымен тікелей телепатиялық визуалды байланысқа түсесіз. Бірақ бұл олардың періште екенін білдірмейді. Себебі олардың ішіндегі нағыз жолбарыс инстинкті түн болғанда оянады. Сіз мысықтарды тек үйде тышқан аулайтын пайдалы жануар деп ойлайсыз ба? Шындығына келгенде, экологтар мен биологтар үшін мысық жер бетіндегі ең қауіпті басқыншы жануарлардың бірі. Олар жаппай қырып жою қаруы. Жабайы табиғаттағы жыртқыштардың 99%-ы арыстан, қасқыр, бүркіт тек қарны ашқанда ғана тамақтану үшін өлтіреді. Ал мысықтар жер бетіндегі дельфиндер мен адамдардан кейінгі ләззат алу үшін өлтіретін өте сирек жыртқыштардың қатарына жатады. Үй мысығы қарны тоқ болса да, далаға шығып кішкентай құстар мен кесірткелерді ұстап, олармен ойнап, қинап өлтіріп, содан ләззат алады. Ресми ғылыми деректер бойынша тарихта дәл осы мысықтардың кесірінен жер бетінде құстар мен ұсақ сүтқоректілердің 63-тен астам түрі толықтай жойылып кеткен. Австралия континентінде жабайыланған мысықтар күніне 3 миллионға жуық жануарды өлтіреді. Бұл нағыз экологиялық террор. Бірақ ең сұмдық факт олардың тырнағында емес, олардың ішегінде жасырылған. Мысықтардың ағзасында токсоплазма деп аталатын мистикалық паразит өмір сүреді. Бұл паразит тек мысықтың ішінде ғана көбейе алады, ал басқа жануарларға, мысалы тышқандарға жұққан кезде нағыз зомби апокалипсис басталады. Егер тышқан осы паразит жұққан мысықтың нәжісін иіскесе, паразит тышқанның миына еніп кетеді. Ол тышқанның миындағы қорқынышқа жауап беретін нейрондарды толықтай сөндіріп тастайды. Нәтижесінде тышқан мысықтан қорқуды қояды, тіпті мысықтың иесіне ғашық болып, оның қасына өзі барып жем болады. Паразит осылайша тышқанның миын басқарып, өзін қайтадан мысықтың ішіне жеткізеді. Ең қорқыныштысы, бұл паразит адамдарға да жұғады. Статистика бойынша әлем халқының шамамен 30-40%-ның үйде мысық ұстайтындардың көбісінің миында осы токсоплазма паразиті ұйықтап жатыр.
Ғалымдардың зерттеуінше бұл паразит жұққан адамдардың мінезі өзгереді. Олар тәуекелге жақын болады, кортизол, яғни стресс деңгейі төмендейді және кейбір адамдарда агрессия артады. Бәлкім, мысықтар жер шарын жаулап алу үшін біздің миымызда осы паразит арқылы әлдеқашан басқарып отырған шығар. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге диванда жатқан сүйкімді пушистиктің артында қандай сұмдық инженерия мен психологиялық манипуляция жасырылғанын көрдік. Табиғаттағы ең ұлы өтірік ол әлсіз болып көріну. Мысықтар 10 000 жыл бұрын адамзаттың қалаларына өздері келіп кірді. Олар біздің тілімізді үйренген жоқ, керісінше олар біздің миымызды бұзатын нәресте жылауының жиілігін, парылдауды ойлап тапты. Олар біздің үйімізде тұрады, біз олардың тамағын береміз, олардың дәретханасын тазалаймыз. Егер логикалық тұрғыдан қарасақ, жер бетіндегі ең жоғары дамыған тіршілік иесі, яғни адам, осы бір кішкентай ғана жыртқышқа ерікті түрде қызмет етіп жүр. Бұл эволюциялық манипуляцияның ең ұлы жеңісі. Келесі жолы мысығыңыз сіздің алдыңызда пырылдап жатқанда немесе баяу көзін жұмғанда, оның сізді басқарып отырған жасырын жолбарыс екенін ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы анасы болды. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз. Егер бұл видео сіздің үй жануарыңызға деген көзқарасыңызды өзгертсе, лайк басып, достарыңызға жіберіңіз және пікірге жазыңыз. Сіздің мысығыңыз сізді қалай басқарады?